Енді Өтеген Батыр кесенесіне зиярат ету жеңілдеді. Себебі тарихи нысанға апаратын жол қалыпқа келген. Толығырақ тілші айтады. Өтеген Батыр ауылынан солтүстік шығысқа қарай 2 шақырым жүрсеңіз Батырдың кесенесіне келіп табан тірейсіз. Жергілікті әкімдік кейінгі кезде мұндарнай атпасын бұратындардың артқанын айтады. Сондықтан нысанға апаратын жолдың сапасын арттыру басты мәселе еді. Қазір мұндағы 1 шақырым 320 метрлік аумақ толықтай асфальтталды. Ал жобаның жалпы құны 35 миллион теңге болған. Аталған қаражаттың 6 миллион ауыл тұрғындар жинаса, Ақтас компаниясы қиыршықтаспен қолдау көрсетіпті. Ал негізгі құрылыс жұмыстарын демеушілік негізінде жекеменшік компания жүзеге асырған. Қарасу округі бойынша Өтеген Батыр ауылының ауызбіршілігінің арқасында және кәсіпкерлердің қолдауының демеушіліктің арқасында 1 километр 320 метр жол асфальтталды. Жалпы бұл жолдың асфальт салынуы бұл біздің Өтеген Батыр кесенесіне баратын тікелей жол. Бұл туристердің және ауыл адамдарының баруына өте жақсы қолайлы жол салынды деп ойлаймын.